Сәлем достар, бүгінгі тақырыбымыз екпе алу қажет пе деген тақырыпта әңгіме өрбітетін боламыз. Екпе алып бірден айтайын, қажет жоқ. Мен бірінші баламда 6 айға дейін екпе алғыздырдым, екінші баламда мүлдем алғыздырған жоқпын. Себебі екпе алудың мен зияндылықтарын білдім. Екпе алуға педиатрлар, медсестралар уговаривать етіп жатады. Осы екпені алмасаңыз, сіздің балаңыз ертең ұрпақсыз қалады, сіздің балаңыз ауруға шалдығады, болмаса сіздің балаңыз ертең жаңағы мынандай ауру келсе содан жеңіл өтеді деген секілді әр нәрселерді айтады. Себебі оларды жоғары жақтан қымтайды. Яғни сен осыншама екпені сатып алдық біз, Қазақстан мемлекеті осыншама екпені сатып алды, сол екпені сіздер жаңағы ата-аналарға айтып салғыздыруларыңыз керек деген секілді. Мен бұл ақпаратты сол бір медик болып жұмыс істейтін бір танысымнан білдім. Сол себепті біліп, естіп отырып айтып отырмын. Осындай ақпараттар маған жеткеннен кейін. Бұл бір. Екіншісі, бұл екпенің зияндылығы, екпе. Сіздер қараңыздар, балаға 3 жасқа дейін ешқандай дәрі беруге болмайды. 3 жасқа дейін арнайы дәрі бекітілмеген бала ауырып қалған жағдайда. Енді екпе одан 2 есе зиянды, әлі организмі жетіліп өспеген балаға. Оның үстіне ауырып қалып, жөтеліп қалып, тағы да басқа жағдайда болған балаларға емшек сүтімен сол қайта-қайта еміздіре бер деп айтады кез келген педиатр. Бірінші барған кезде қатты бір жөтеліп кеткен жағдайда дәрі жазып береді, бірақ ол дәріні беруге болмайды, себебі ол баланың организмін улайды. Әрбір дәрінің құрамында улы зат болады, белгілі бір мөлшерде. Егер ол улы зат мөлшерінен асып кетсе, онда адам ол дәріні ішкенде өледі. Себеп біз естіп жатырмыз, аспириннен өліп жатыр, анадан өліп жатыр, бір жақта Өзбекстанда бір дәрі шығып балалар уланып өліп жатыр деген. Мұның бәрі сол улы заттың мөлшерінен тыс қолданылып кеткен жағдайда болатын нәрсе. Әрине дәрі уақытша ол нәрсені, иммунитетті жеңуі мүмкін, бірақ сіз дәрі берген сайын ол дәріге тәуелділік артып кетеді. Ең жақсысы, менің дәрігер туысымның айтуы бойынша, иммунитеттің өзі жеңіп шыққаны. Яғни ол ұзақ болуы мүмкін, дәрі тез бастаса иммунитет ұзақ болуы мүмкін, бірақ сіздің организміңіз өз-өзіне күресіп, ол нәрсені жеңіп шығады. Балаларда да сондай. Себебі балаларда арнайы дәрі бекітілмеген. Сол себепті бала қатты ауырып қалған жағдайда дренажда массажға сүйенуге тура келеді. Онда денесін майлап, ысқылап тоңмаймен. Педиатрлар осыған қарсы, тоңмай ол ауаны, балаға ауа өткіздірмей қояды дейді. Балаға ауаны қай кезде өткіздірмей қояды? Жаздың ыстық кездерінде, ол кезде жаңағы майлын тоңмаймен майласа да, баланы майлы нәрсемен майласа да, маймен майласа да, мысалы өсімдік майы деген секілді, одан жеңілірек. Баланы одан кейін бір шомылдырып алсаңыз, жып-жылы жерде ұстасаңыз, одан кейін балада ештеңе қылмайды. Міне осылай істеуге болады да. Ал бірақ жаңа қыстың күндері, мысалы күздің, көктемнің күндері тоңмаймен баланы майлап қойған ештеңе де қылмайды. Мен 2 баламды да осы ауырып қалған кезде дренажды массаж жасап, тоңмаймен майлап сөйткен болатын. Сол кезде мысалы ауырғаны жеңіл өтетін, бірден кетіп қалатын. Дәрі бергеннен гөрі, екпе салдырғаннан гөрі. Одан кейін тағы екпенің зияндылығы, маған бір мынандай ақпарат жетті. Бірінші екпені салдырған кезде жануарларға жасайды ғой. Жануарларға жасаған кезде, сол кезде мысалы қоянға жасаған кезде, қоянның 5-ші ұрпағына, 4-ші ұрпағына дейін екпе салған, сонда 5-ші ұрпағы болмаған қоянның. Сонда қазіргі кездегі адамдардың ұрпақсыз қалуы керісінше сол екпенің әсерінен болып тұр. Себебі ол химиялық затты сала береді, 12 жасқа дейін, 14 жасқа дейін, мектеп бітіргенге дейін салады. Мен мысалы өзім екпе алып өстім, бірақ Аллаға шүкір балам бар. Менің мүмкін ата-анам екпе алмаған шығар дегендей, бірақ мен балаларыма екпе салдыруға мүлдем қарсы болдым. Себебі Құдайға шүкір қазір балаларым біраз өсіп қалды. Екпе алмасақ та балаларымның дені сау, жақсы, психологиялық, эмоционалдық күйі жақсы өсіп келе жатыр. Енді өздеріңіз ойлаңыздар, бұрынғы кездерде адамдар екпе алмай-ақ өмір сүрді. Сол кезде өмір сүре алған өмір сүріп кетті, өмір сүре алмаған өмір сүрамай кетті деп, андай қазіргі кезде экология бар, бұрынғы адамдар қазіргі адамдармен салыстырып қажеті жоқ деп айтады да. Бұл жерде
оған да келісуге болатын шығар, бірақ екпе алған өмір күшті болады, екпесіз өмір күшті емес болады деген еш жерде ешқандай дәлелденбеген да. Сол себепті де мына қоянға жасалған эксперименттің өзі сондай нәрсені көрсетіп тұрғаннан кейін, біраз адамдардан осыншама мағлұматты алғаннан кейін мен екпе алуға қарсымын. Оның үстіне байқасаңыздар, екпе алған адамдардың кейбір балалары жаңағы сол екпеге шыдай алмай кетеді. Сосын екпе алғанда байқасаңыздар, оның температурасы көтерілуі мүмкін, ол үйтуі мүмкін, бүйтуі мүмкін деп айтады. Неге ол екпе егер жақсы болса, оның температурасы көтерілуі мүмкін? Неге ол керісінше оның денсаулығын шыңдаса, онда неге ондай побочный эффекті беруі мүмкін деген секілді адамда ой туындайды да. Сол себепті мен екпе салдыруға қарсымын. Екпесі Аллаға шүкір, балаларым өсіп келе жатыр. Ең бастысы бұл жерде баланың ауырмай сырқамай өсуі, бұл жердегі ананың балаға қаншалықты күтеді баласын, қаншалықты оны таза ұстап, қаншалықты оны уақытылы тамағын беріп, қаншалықты онымен эмоционалдық дұрыс қарым-қатынас жасайды. Осыған байланысты баланың денсаулығы, екпеге емес. Сол себепті де мен екпе алуға қарсымын. Бұл менің өз пікірім. Сіздерге дәлелдемелерді айтып көрсеттім. Сіздер де өздеріңіздің балаларыңыздың өмірі өздеріңіздің қолдарыңызда. Сол себепті осы видеом кішкене болса сіздерге көмегін берді деп ойлаймын. Егер де достар, менің видеом қызықты әрі пайдалы болса, арнама жазылыңыздар, осы видеоны бөлісіңіздер. Алла қаласа сіздерге бұдан да қызықты әрі пайдалы, осы екіқабаттыққа байланысты, декретке байланысты, бала күтіміне байланысты әртүрлі пайдалы видеолар болады. Сол себепті арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Ұсыныс пікірлеріңіз болса, комментке жазыңыздар. Көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.